Сәлем достар, егер сіз бірінші рет жасағаннан өте керемет шығатын творожный пирог іздесеңіз, онда бұл рецепт тура сізге арналған. Пирогтың дәмді болғаны сонша, біз шыдай алмай жартысын жеп алдық. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап, сақтап алуды ұмытпаңыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыз, қуанып қалатын едім. Ал ендеше бастаймыз. Пирогтың қамырын дайындау үшін бір жұмыртқаның үстіне жарты кесе шекер, жарты кесе сұйық май құямыз. Шекер толық ерігенше шамамен 3-4 минут миксерлейміз. Бұл жерде сұйық майдың орнына сіз сары майды ертіп қоссаңыз да болады. Одан кейін ұнның үстіне бір шай қасық қопсытқыш салып, араластырып аламыз. Ыңғайлы болу үшін алғашында қасықпен араластырамыз. Кейін қолмен араластырып, бір келке қамыр шығарамыз. Қамырымыз осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болып шығады. Оны тындырып бөлме температурасында қойып қоямыз. Енді творожный массаны дайындаймыз. Ол үшін творогтың үстіне жұмыртқа, ванилин, шекер саламыз және 1,5 ас қасық манная крупа саламыз. Творог бір келкі болып езілу үшін блендерді қолданамыз. Егер сізде блендер болмаса, вилкамен де жасауға болады. Нәтижесінде осындай сұйықтау масса шығады. Мендегі форманың диаметрі 22 см. Оның жиегін сұйық маймен майлап аламыз. Одан кейін қамырды салып, видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Қамырдың бір келкі болып жайылғаны дұрыс. Қамыр жақсы пісуі үшін вилкамен осылай тесіктер жасап шығамыз. Үстіне сүзбелі массаны құйып, 150 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Егер пешіңіз жақсы қыздыратын болса, оның 150 градустан аспағанын қадағалаңыз. Себебі 150 градустан асып кетсе, пирогтың қамыры ерте пісіп, күйіп кетуі мүмкін. Толық пісу үшін менде тура 1 сағат уақыт кетті. Алғашында пирогтың қамыры осылай сәл қаттырақ болып тұрады. Бірақ сіздерге бір лайфхак айтайын. Жаңағы пирог пісірген пешіңіз сәл суығаннан кейін қайтадан пирогты 2-3 сағатқа салып қойыңыз. Сол кезде әлде қайда жұмсақ болып шығады. Мінекей жасалуы өте оңай, әрі дәмі тіл үйіретін пирогты сіз де жасап беріп, отбасыңызды қуантып қойыңыз. Сіздермен болған Замира.